Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Испаниялық қағаз үй атты сериалдың 3-ші маусымының соңғы бөлімдеріне шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. 5-ші бөлім. Қатты жарақат алған басқарушыны өлім аузынан әрең алып қалады. Багата жарықтан 2 қорапшаны алып сыртқа шығады. Банктың қорғанышы өшетін уақыт жеткенде полиция басып кіру операциясын бастайды. Токио мен Моника бетперде киген тұтқындарды қылтимаға шығарады. Полковник бас тесіктен басып кіруге бұйрық береді. Денвер қораптарды Гандияның қолына ұстатып сыртқа шығармақшы. Бірақ ер адам оның айтқанымен жүрмейді. Амалы қалмаған Денвер есікті ашып ақ жалауды ұстап сыртқа шығып қызыл қораптарды көрсетеді. Бұл қораптардың ішінде мемлекеттің барлық жасырын жасаған лас әрекеттері көрсетілген. Демек ол ақпараттар сыртқа шықса, даудың көкесі сонда болады. Полицияға операцияны тоқтатудан басқа амал қалмайды. Сол уақытта Алиса Сьерра Рионы ұшақпен алып келеді. Басқарушы есін жиғаннан кейін Найроби алтын кесектерін балқытып, судың көмегімен моншақтарға айналдырғандарын көрсетеді. Қызыл қораптардың ұрылар қолына түскен анықталғанда көптеген жоғарғы шенді адамдар алаңдаушылық білдіреді. 24 қызыл қораптағы ақпараттар Пәкістандағы хакерлер қолына түседі. Егер ақпарат сыртқа шықса, үлкен хаосқа алып келеді. Сол сәтте Алиса Сьерра келіп, енді ұрылармен жұмысты өзі басқаратын айтады. Хельсинки Палермоның көзін шешіп, бір көзінің нашар көретін анықтайды. Профессор байланысқа шығып, Рионың Испанияда екенін хабарлайды. Анхель полковникке профессор теңіз жағасында жүріп, Европаның бірнеше мемлекетіне ауысу арқылы ұрыларды басқаруы мүмкін дейді. Полковник Анхельдің жанына адам қосып, оларды жасырын түрде іздеуге жібереді. Профессор Марсель арқылы полициямен байланысқа шығады. Оларға Алисия жауап береді. Алисия Ракельмен бұрынғы таныстар. Инспектор Ракельдің анасы мен қызын табуға бар күшті жұмылдырғанын, әрі қай мемлекетте екенін білетінін айтады. Бұны естіген Ракель қатты қобалжып профессорға ойыныңды жүргізе алмадың деп ашуланады. Профессор әйелге сен осал болғандықтан Алисия саған шабуыл жасады дейді. Палермо ұрыларды адам құрлы көрмей кекеп мұқап отырған Гандияны ашуға мініп соққыға жықпақ болады. Найроби мен Палермо арасында жанжал шығып, қыздың қызтеке Хельсинкиді жақсы көретін анықталады. Палермо мен Найроби бір-біріне ауыр тиетін сөздер айтады. 6-шы бөлім. Өткен шақта Андреас бауырым қалыңдығы Татьянамен таныстырады. Андреас қызға жоспарын айтып берген. Серхио бұндайға разы болмайды. Профессор Палермодан осы уақытта 10 тонна алтынның балқытылып моншаққа айналғанын біледі. Құпия ақпарат ұрылардың қолында болғандықтан полицияның қолы байлаулы. Алисия барлық жоғарғы шенді адамдарға жала жауып, жаңалықтарға шығаруды ұсынады. Ал профессор жариялаған ақпараттар қосылса, халық қайсысы шын, қайсысы өтірік екенін анықтай алмайды. Сонда ұрылар ең басты көзірлерінен айырылады. Профессор жаңалықтардан биліктің жалған ақпаратты ашқанын естіп, полицияның қорғаныстарын бұзып, басып кіргелі жатқанын түсінеді. Полковник министрден басып кіруге рұқсат алып, ішке газ жіберуге бұйрық береді. Профессор Палермоға қорғанысқа дайындалуды бұйырады. Кейіпкер көліктің артына түскенін аңғарып бұрылысқа кіріп кетеді. Үй жанында көліктегі антенна түсіп қалады. Оған қоса көлік балшыққа тығылып қалған. Шалғайдағы үйден шыққан адамдар оларды танып қояды. Профессордың таңданысына қарай бұл адамдар көлікті шығаруға көмектеседі. Сол сәтте алыстан полиция көлігі көрінеді. Іште Палермо қорғану үшін күш қолдану керектігін айтады. Полиция келгенде тұрғын үй иесі бұл көлікті бауыры сыйға бергенін жеткізеді. Профессор мен Лиссабон жасырынып қалған. Заң өкілі күдікті дүние таппай көлігімен сүйреп шығарып кетіп қалады. Профессор тұрғындарға алғыс ретінде ақша үлестіріп беріп кетеді. Марсель Ракельге хабарласып, полиция ғимаратқа газ жібергелі жатқанын хабарлайды. Альберто жаңалықтарға шығып, аузына келгенді айтқандықтан полковник оны штабта ұстап отырады. Сол уақытта банк ішіне газ кіре бастайды. Профессор мен Лиссабон дайын тұрған жедел жәрдем көлігіне келіп, іштегілерді байланысқа шақырады. Полиция шатырдан түсіп ішке енеді. Әр жерде бетперде киген тұтқындар ес-түссіз жатыр. Олар іште қарсылыққа тап болады. 10 минут бұрын профессор Токиоға газды ішке жібергенін айтып үлгерген. Ұрылар сақадай сай болған. Олар полицияны тұзаққа түсіреді. Профессор полицияға хабарласып видео жолдайтынын жеткізеді. Видеода арнайы жасақ басшысы жартылай жалаңаш күйде жағдайлары жақсы екенін айтуда. Оған қоса барлығы бірдей Белла Чао өлеңін әндетеді.
Егер бұл видео прессаның қолына тисе, масқара сонда болады. Профессор Рионы өздеріне беруді ұсынады. Есесіне арнайы жасақпен қоса 40 тұтқынды жібермекші. Сиера инспектор азанғы 8-де алмастыруды жүргізуге келіседі. Здравствуй. Ты хорошо спал? Как долго я спал? 14 часов. Я хочу спать. Алисия неше түрлі екпе егілген Рионы жаңалықтарға шығасың деп жөнге келтіріп, алмастыруға банк алдын алып келіп босатады. Would you know me like you've done before? 7-ші бөлім. Жиналған халық Рионың есімін ұрандатуда. Профессор қақпаны ашып тұтқындарды жіберуді бұйырады. Рио Токиомен қауышуда. Полиция оған микрофон орнатып тастаған. Өмірінде тұтқын болғаннан басқа ешқандай жарқын оқиға болмаған Артуро ішке жүгіріп кіріп кетеді. Оны тұтқындардың арасына қосып қояды. Рио жолдастарының әрқайсысына алғысын білдіреді. Алисия бұл әрекеттің ақмақтық болғанын айтып, енді өзінің бір емес 3 бірдей жоспарын қолданатын жеткізеді. Артуроны тінтіп, арнайы киім беруге Моника келеді. Ер адам қызды және баласын қатты сағынғанын жеткізеді. Моника баласын туған әкесіне көрсетуге талпынып көретінін айтады. Артуро әңгіменің соңында қызға тиіспек болғанда Моника тапанша кезенеді. Инспектор алдыңғы тонаудағы қателіктерді ескере келе, бар назарды алтынға аударуымыз керек дейді. Егер алтын шығарылатын жол анықталса, оларға тек артқа шегіну ғана қалады. Оған қоса, олар ақша таратып жатқанда мемлекет ештеңке бере алмай ма? Ұрылардың басына 10 миллион евро тіксек, кейбірі өз анасын сатуға дейін барады дейді. Анхель полковникке хабарласып, көліктерінің табылғанын, олардың осы маңда екенін жеткізеді. Профессор Риомен сөйлесіп жатқанда полиция анық естіп тұрады. Жігіт кейіпкерге өзін қалай ұстап қинағанын айтып береді. Профессор Риоға микрофон орнататын алдын ала білген. Кейіпкер Риоға ештеңке сездірместен топтағылар түсінетін құпия сөзді айтады. Топ өкілдері адам денесіне орнатылған чипті шығарып жаттыққан. Профессор Токиоға микрофонды шығармайынша ештеңке білдірмей, бұрынғы ғашықтардай болуды бұйырған. Профессор ғашық болғандықтан топтағыларды сатып кеткендей болғанын айтады. Ракель бұл жерде полицияны жақсы білетін адам ретінде жүргенін айтқанда, кейіпкер әйелді алдыңғы ойында жеңіп кеткенін жеткізеді. Екеуі солай қарым-қатынастарын талқылап тұрғанда төбеден дрон ұшып келеді. Екеуі бірден көлікке отырып қашады. Токио жігітке микрофон орнатылғаны жайлы денесіне жазып, қойылым жасауын сұрайды. Рио қатты өзгергенін айтып, енді қызбен бірге болғысы келмейтінін жеткізеді. Бұл сөздер Токиоға өте ауыр тиеді. Дрон профессор мен Лиссабонды қуып келеді. Сол уақытта Рионың денесінен микрофонды шығарады. Профессор орман арасына кіріп, дронды адастырып, Ракельді тастап кетеді. Артынша өзі де секіреді. Олар бұл жағдайды да алдын ала жоспарлап қойған. Олар қашпай табылған орында ағаш басына шығып жасырынбақшы. Ракель ағашқа шығып үлгермейтіндіктен басқалай қашуына тура келеді. Ол орман ішінде орналасқан қораға жасырынады. Инспектор тұтқындарды тергеп, алтындарды балқытып жатқанын анықтайды. Анхель сол уақытта полицияға орман ішін тінтуге бұйрық береді. 8-ші бөлім. Ағаш басында жасырынып отырған профессор Ракельге алғашқы махаббаты болғанын айтып кешірім сұрайды. Кейіпкер ғашығымен өмір бақи бірге болғысы келеді. Екеуі байланыстарын аяқтағаннан кейін Ракель жасырынып отырған жәшікті біреу ашып қару кезенеді. Токио Риомен бірге өткізген уақыттары бекер болғанын айтып жігітті де қапаландырып тастайды. Палермо профессорға Рионың денесінен алынған микрофонға қорылдап жатқан адамның даусын қосып, полицияны әдемі әуенмен алдарқатып отырғанын жеткізеді. Профессор оған тез арада Алькатрас жоспарын іске қосуды бұйырады. Демек, профессор мен Лиссабон тығырыққа тірелген. Полиция іште ұрылар жерді бұрғылай бастағанын анықтап, жер астымен қашуы мүмкін дейді. Ал Ракельді үй иесі тауып алып қару кезенуде. Әйел өзінің адасып кеткенін айтады, бірақ ер адам оның кім екенін біледі. Сол сәтте Лиссабон өзіне қару кезенеді. Бұрынғы инспектор өзінің қабілетін пайдаланып ер адамды ойландырып тастағанда, артынан оның әйелі мылтығын тақайды. Ракель тапаншасын түсіріп келіссөз жүргізуді ұсынады. Рио Алькатрас жоспары бойынша микрофонды көтеріп алып, Хельсинки мен туннель жайлы сөйлесіп, полицияны шатастырады. Оған қоса су толы жер астына түскендей кейіп танытып, қашуға дайындалу керектігін айтады. Қозғалтқыш пен неше түрлі дыбыс естіген полковник олардың қашқалы жатқанына сенімді болады. Бұл аз болғандай Риоға орнатылған белгі бергішті күзенге орнатып, құбырға босатып жібереді.
Анхель полковникке хабарласып адам керектігін айтқанда, ер адам ұрылар жер астымен қашып бара жатқанын, адам өзіне де жетіспей тұрғанын жеткізеді. Полиция жер астына түсіп Дали киімі киілген күзенді табады. Это Хорек. Он наряжен в костюм Дали. Алисия, егер олар қашуды әдейі көрсетсе тығырыққа тірелгендері, демек оларға іштен шабуыл жасайтын уақыт келді. Мен ол жоспарды іске қосып қойдым дейді. Ракель полиция ұсынған сыйақыны ешқашан бермейді. Есесіне мен 15 миллион бере аламын дейді. Алисия қолына жұмсақ ойыншықты ұстап, ғимарат алдына қояды. Найроби ол ойыншықты өз қолымен алғысы келеді. Тұтқындар мен ұрылар бетперде киіп сыртқа шығып, ойыншықты ішке алып кіреді. Бомба внутри. Ұрылар ойыншықты рентгеннен өткізіп, телефон мен тағы бір зат бар екенін анықтайды. Ты такая Что тебе надо? Хочу сделать предложение. Иди к черту. Хорошо. Бұл зат Найробидің өзін танымайтын баласының ойыншығы. Лиссабон бұл жұпты өзімен келісуге көндірген сәтте полиция келеді. Кезінде Найроби кішкене баласын ертіп, ойыншығының ішінен аша жасырып сатқан. Әйел ұсталғанда баласын алып қойған. Алисия қайта хабарласып Найробиға Аксель есімді баласы осы жерде екенін жеткізеді. Инспектор баласын сыртқа шығарғанда Найроби терезеден қарап тұрады. Разрешите стрелять. Огонь! Найроби, уйди оттуда! Лиссабон өзін дәл қазір жасырса 20 миллион беретін айтады. Жағдайдың қиындағанын түсінген профессор төмен түседі. Оқ Найробидің жүрек тұсына тигендіктен жағдай қиын. Іштегілер қызды емдеумен әлек болып жатқанда, полиция басып кіру операциясын бастайды. Күйеуі Ракельді жасырғалы жатқанда, әйелі сыртқа шығып полицияға хабар береді. Ер адам Ракельге қару кезеніп тізерлетіп отырғызады. Полиция үйді қоршауға алып басып кірмекші. Денвер полицияның танкілермен кіргелі жатқанын көреді. Полиция ер адамды шығарып жібермекші. Ракель бұлай болмауы керектігін түсініп, ер адамнан шықпауын сұрайды. Суарес, я не представляю угрозы. Ты продала нас всех, предательница. Где профессор? Ракель, скажи им, что сдашь меня. Выиграй время, пока я не доберусь. Лиссабон профессордың қайда екенін айтпай қойғанда, арнайы жасақ басшысы шекесіне тапанша кезенеді. Ответ неверный. Выйди! Это была самозащита. Она выстрелила первой. Возьми пистолет, сотри отпечатки. Палермо профессорға байланысқа шығып, Лиссабонның мерт болғанын естіп, іштен Найробиді атқанын хабарлайды. Профессор бұл енді тонау емес, соғыс екенін жеткізіп, ретінше әрекет жасауды бұйырады. Вперед! Давай, Рио, давай. Есік ашылған сәтте жақындап қалған көлікті Токио мен Рио базукамен жарып тастайды. Артынша полицияның Ракельді өлтірмеген анықталады. Профессор өзі қолданатын тұзаққа түскен. Бұл ойынды Сиера қолданған. Соғыс енді басталды. Осылай 3-ші маусым аяқталады. Жалғасын көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.